بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Біз сіздермен нурул яқин фи сирати саййидил мурсалин, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянын өтуді жалғастырамыз. Нурул яқин кітабы. Иншалла, біз менің қолымдағы Дарул Хашими баспасы 216 бет. Китабул Харис ибн Аби Шимр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің елшілеріне жан-жақтағы патшаларға, әкімдерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хатын жібереді, исламға оларды шақырып. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم شجاع ибн وهب إلى أمير دمشق. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шужа ибн Вахб деген өзінің сахабасын жібереді. Дамасктың әміршісіне деп айтайық, әкімі дейік. Мин қибали Херақл. Бұл Дамасктың әміршісінің аты кім? Ал-Харис ибн Аби Шимр деген кісі. وكان يقيم بغوطتها. Бұл Дамаск қой енді, Димашқ дегеніміз. Бұл Ғото деген қаласында сол жақта еді бұл кісі. Сөйтіп пайғамбарымыз сол хатта былай деп жазылған: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин Мухаммад Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мұхаммедтен илал Харис ибн Аби Шимрге. Саламун, амандық сәлем болсын. Аля ман иттаба'ал худа, туралыққа ергендерге. وآمن بالله, Аллаға иман келтіріп, وصدق, Алланы растағанға, وإني أدعوك, мен сені шақырамын, أن تؤمن بالله, Аллаға иман келтіруге, وحده لا شريك له, одан басқа серігі жоқ, жалғыз Аллаға. يبقى لك ملكك, егер сен осылай иман келтіретін болсаң, сенің мүлк дегенде бұл жерде билігің өзіңде қалады дейді. فلما قرأ الكتاب, сол хатты оқыған, китап бұл жерде мактуб, хат мағынасында, иә. Рома бихи, ол хатты лақтырып жібереді. Вақала сөйтеді: Мән янзиу мулки минни, менің мүлкіме кім талас алады, менің мүлкімнен кім алып алады дейді де. Вастаадда лиюрсила джейшан ли харбил муслимин, мұсылмандарға соғыс үшін әскер жіберуге дайындалады бұл. Сөйтіп вақала ли шужа, шужа деген пайғамбарымыздың елшісіне айтады: Ахбир сахибак бима тара, сен менің әскеріме қара, менің көрген нәрсеңді барып өзің жаңағы сахибыңа айт дейді. Сөйтеді, бұл Қайсар бар ғой, жаңағы Қайсар Румның, бұл жалпы Румның ең алып патшасы десек болады шығар. Үлкен патшасы бұл Қайсар. Ал қоластындағы бұның жаңағы осы Дамасктың, сосын Мысырдың осындай бұл бөлініп, сол Румның астына кіретін нелер ғой. Бұлар бір әкімшілік десек болады. Осыларға Қайсардан рұқсат сұрап, Қайсарға не жібереді дейді, бір елші жібереді. Сумма арсала иля Қайсар ястазинуху фи залик. Сөйтіп сол Қайсардан сұрайды: мен жаңағы мұсылмандармен соғысайын деп жатырмын, өйткені менің мүлкім тартып алмақ, жаңағы біздің мүлкіміз тартып алмақшы болып жатыр деп. Сол кезде уасадафа ан кана индаху дихья. Сол кезде осы жағдай жалпы Қайсардың алдында, жаңағы Қайсар деген патшаның алдында Дихья деген сахаби кісі бар еді. Білесіздер, ол сахаби жайында алдыңғы сабақтарда айтып өттік. Сол кісі соның құзырында еді. Сөйтеді, факатаба Қайсар илейхи, сол жаңағы Хариске жазып жібереді: юснихи ан хадал азми ва яъмуруху ан юхаййиа би илия ма ялзаму ли зияратихи. Сөйтіп айтады: жоқ, оларға, мұсылмандарға соғыс ашма. Одан тыяды ол ісінен. Сөйтіп оған бұйырады, жаңағы Илия дегеніміз бұл Палестинада, Бейтул Мақдис. Сол Бейтул Мақдиске баруға дайындал дейді.
сол жерді зиярат етуге не нәрсе керек болады, соларды дайында дейді. Өйткені бұл қайсар парсыларды басып алғаннан кейін сол Палестинаны зиярат етемін деп нәзір қылады. Харис қайсардың хатын көрген кезде жаңағы сахабиді жақсылықпен шығарып салады. Немесе оған бір жаңағы сыйақысын беріп, оған киімдер беріп, сөйтіп сыйлап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам елшісін шығарып салады. Китабул Муқауқис, Муқауқистің соған жіберілген хат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хатиб ибн Аби Балта'a радиаллаху анху, осы сахабиін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бикитабин илал Муқауқис, Муқауқисқа жібереді. Амири Мисра, Мысырдың басшысы бұл, Румның қол астындағы Римнің, арабша Рум дейді. Min jihati Qaysar. وكان فيه сол хатта бисмиллахи рахмани рахим деп жазылған. Min Muhammad Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам илал Муқауқис азимил қибти. Қибт деген бұл әхлу Миср деген мағынада мысырлықтар. Саламун аля ман иттаба'ал худа. Амма бa'д. Фаинни ад'ук, мен сені шақырамын бидиаятил ислам, ислам дағуатына, исламға кіруіңе шақырам. Аслим таслам. Субханаллах. Исламға кір, құтыласың дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қысқа әрі нұсқа бұл жауабы. Өйткені бұл жалпы басшыларға, жалпы жаңағы мұсылман емес басшылар ғой бұлар. Соларға олар ислам жайында уже исламның несі әбден тарап кеткен. Олар ислам жақсы білет, әбден зерттеп тастаған. Жалпы оларға жаңағыдай жылы сөз айтып, жаңағыдай исламды бүйтіп, андайғы бір кейбір адамдарға, қарапайым адамға бүйтіп, исламды мұсылман емес адамға ислам жаңағыдай әдемілеп, жұмсақтықпен түсіндіреміз ғой. Ал жаңағыдай мынандай үлкен кісілер уже бұларға ислам жетпеуі мүмкін емес дей кезең болды ғой же. Енді демек бұларға ондай қылып исламды бүйтіп не қылу емес, ол ақиқат екендігін біледі көпшілігі. Бірақ кейбіреулер ақиқатты біліп тұрса да ермеді, біреулер тәкаппарланды, тағысын тағы деген сияқты. Міне осындайларға ол осындай сөз жарасады да. Үлкен адамдарға үлкен сөз керек деген сияқты ғой. Аслим таслам, субханаллах. Ю'тикаллаху аджрака марратайн. Аллах тағала саған 2 сауап береді дейді. Яғни 2 сауап береді деген өзің иман келтіресің, және сенің артындағылар да иман келтіреді ғой. Өйткені халық патшаның, басшының дінінде көп жағдайда. Ва ин таваллайта, егер бет бұрсаң, не деген алып, не деген батырлық сөздер, субханаллах. Фа иннама алейка исмул қибт. Егер сен бас тартатын болсаң, онда саған жаңағы мысырлықтардың күнәсі сенің мойныңда дейді. Сөйтеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына аятты оқиды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я ахлал китаби таалау иля калиматин сауаин байнана деген аят бар еді. Жаңағы ей кітабилер, келіңдер, сендер мен біздің ортамыздағы бәріміз мойындайтын нәрсеге келісейік деген сияқты осындай нелер аятта оқиды. Мына жерде аятты қысқаша берген. Фааусалаху лаху хатибун бил искандарияти. Сөйтіп Хатиб радиаллаху анху ол кісі жаңағы Муқауқис неде еді, Мысырдың Искандерия деген қаласында еді. Соға апарып береді, жеткізеді. Фаламма қарааху, оқыған кезде қала айтты: ма манааху ин кана набиян. Оны Мұхаммедтен не нәрсе тосады, ин кана наби, егер пайғамбар болса? Ан ядауа аля ман халафаху. Ол өзіне қарсы шыққандарға қарсы лағнет дұғасын қылуға, ва ахраджаху мин баладихи, және өзін елінен шығарып жібергендерге қарсы дұға қылуына не кедергі? Қылмай ма пайғамбар? Ал пайғамбардың дұғасы қылса міндетті түрде қабыл болады. Бірақ ол қылмай жатыр, неге деген кезде фақала Хатиб радиаллаху анху айтты: аласта ташхаду анна Иса бна Мариям расулуллах. Сен Мариям ұлы Иса Алланың елшісі екендігіне куәлік бермейсің бе? деп сұрайды. Сөйтеді, енді куәлік бермейсің бе деген, яғни куәлік бересің ғой, сенде Исаны пайғамбар деп мойындайсың енді дейді.
فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله حتى رفع الله إليه. айтады, сол Айса пайғамбар дейді, қауымы оны ұстап алып, сөйтіп оны өлтіреміз деген кезде, олар қауымына, ол Иса пайғамбар қауымына қарсы лағнет, яғни дұға қылып, қарсы дұға қылып, сөйтіп Аллах тағала оларды құртып жіберетін еді ғой, құртып жіберсе болатын еді ғой. Бірақ Иса алейхиссалам олай істемеді ғой. Бәлкім олар өлтірдік деп басқа біреуді өлтірді, ал Иса алейхиссаламды Аллах тағала көтеріп кетті. Қала ахсант, енді жарайсың деп айтып отыр. Анта хаким, сен дана екенсің. Жаа мин инди хаким, дана адамнан келген, яғни пайғамбарымыз айтып жатыр. Дана адамнан келген, дана екенсің өзің. Сүмма қал, сосын айтты, инни қад назарту фи амри хазан наби, мен мына пайғамбардың ісіне, жағдайына, жалпы пайғамбармен таныспын. Фаваджатту аннаху ла я'муру би мазхудин фи, мен оны жаңа адамдар қашатын би мазхудин фи деген, адамдар одан тәрк ететін нәрсеге бұйырмайды екен, соны көрдім. Уала янха ан марғубин фи, адамдар қызығатын, тартынды нәрсеге одан тыймайды екен, соны көрдім. Уалам аджидху би сахири дал, мен оны сиқыршы, адасқан сиқыршы емес екендігін нақты білдім. Уалал кахин ал каззаб, және өтірікші, балгер екендігінде, балгер емес екендігін нақты білдім. Уажатту мааху алатан нубуа, және мен оны жаңағы пайғамбар белгісі бар екендігін білдім дейді. Қандай деген кезде ихраджал ғаибил мастур, ол ғайыптан хабар береді дейді. Yani ғайыпты Аллах тағала айтқан, білдірткен ғайыпты айтады деп жатыр да. Уал ихбару бин нажва деп айтты да. Уаса анзур, мен бұл істі ойланып көрейін, бұл оңай нәрсе емес дейді ғой. Сүмма катаба раддал жауап, сөйтіп жазып жібереді. Раддал жауап, жауаптың қайтарып, жауап беріп пайғамбарымызға. Яқулу фихи, сол жерде айтады. Бисмиллахи рахмани рахим. Ли Мухаммад ибн Абдилла, Абдулланың ұлы Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам, минал муқауқис азимил қибт, саламун алейк. Амма ба'ду, фақад қарауту китабака, сенің кітабыңды, сенің хатыңды оқыдым. Ва фахимту ма закарта фихи, сен ол жерде айтқан нәрсені мен түсіндім. Ва ма тадау илейхи, сен не нәрсеге шақырып жатқаныңды түсіндім. Ва қад алимту анна набиян қад бақи, мен білген едім, жалпы пайғамбардың бар екендігін, пайғамбардың қалған әлі келетіндігін білдім дейді. Ва кунту азунну аннаху яхруджу биш-Шам, мен ол пайғамбардың Шам жерінен шығады деп күткен едім. Ва қад акрамту расулак, мен сенің елшіңді құрметтеп сыйлап шығарып салдым. Ва ба'аthtu лака би жариятайни, мен саған екі күң беріп жібердім. Лахума, ол екі күңнің маканун азимун, сондай бір қибт, Мысырда сондай бір дәрежесі бар, екі бір күң дегенде бір екі құрметті бір екі әйелді сыйлыққа беріп жібереді. Күң деп айта берсек болады, бірақ күң деген кезде бір андай бір қызметші күңдер емес, бәлкім сондай лауазымды патшалардың арасында жүретін сондай бір нені беріп жібереді да. Уа бифия, және бір сондай маталар, киімдер сондай беріп жібереді. Уа ахдайту илайка бағлатан, және саған дейді пайғамбарымыз айтып жатыр саллаллаху алейхи вассалам, қашыр беріп жібердім дейді. Таркабуха, сен мініп жүресің дейді оған. Уассалам деп осылай аяқтайды сөзін. Уа ихтал жариятайни, осы екі жарияның біреуі Марияту, Мария анамыз, аллати тасарва биха алейхи салату вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны өзіне күң қылып алып, осы жалпы үйленеді. Осыдан, осы анамыздан, Мария анамыздан білесіздер. Уаджаа минха би валадихи Ибрахим, Ибрахим, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баласы Ибрахим, Тохир деп айтады. Ибрахим, мен қателеспесем, кейбір сира кітаптарында сол Ибрахим пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баласы осы Мария анамыздан. Уал ухра, екінші күңді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аътаха лил Хасан ибн Сабит радиаллаху анхуге береді. Уалам юслим ал муқауқис, сөйтіп муқауқис өкінішке орай исламды қабылдамайды. Китабун Наджаши, Наджаши, бұл кісі Алла рахмет алсын, бұл кісіні исламды қабылдады деп айтады. Сөйтіп осы кісіге пайғамбарымыз, осы кісіге де осы патшаға да не жібереді, хат жібереді. Уаваджаха алейхи салату вассалам Амир ибн Умайята ад-Дамри, осы сахабаны радиаллаху анху Амирді. Бикитабин иля Наджаши,
мәликіл хабаша эпиопия дей ма, сол ненің патшасына жібереді. Уафихи ол хатта бисмиллахи рахмани рахим мин Мухаммад расулиллахи иля наджаши азимил хабаша салам. الله. أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. Мен Аллах тағалаға мақтау айтамын, ол сондай Алла, ла илаха иллаху, одан басқа ешқандай құдай жоқ. Әл-Маликул Қуддусус Саламул Муъминул Мухаймин. Ва ашхаду анна Иса ибн Марьям рухуллахи ва калиматуху. Алқаха иля Марьям. Al-Batulil Tayyiba Al-Hasina. Сондай пәк болған Мариям анамызға, бұл Иса, ашхаду деп жатыр ғой, пайғамбарымыз айтып жатыр, мен Мариямның ұлы Иса Алланың жаңағы жаратқан рухы, және Аллах тағаланың уа калиматуху, бұл Мариямның сол несіне, Мариямға берген ешқандай әкесіз пәк Мариям анамызға берген баласы деп жатыр. Уа хамалат би Иса мин рухихи, сөйтіп Аллах тағаланың жаңағы жаратуымен, Аллах тағаланың сұр үрлеуімен ол Иса алейхиссаламға жүкті болған. Кама халақа Адама биядихи. Субханалла. Осы жерде де маңызды нәрсе айтып кетіп жатыр. Яғни Иса алейхиссалам әкесіз дүниеге келді дегенді айтып жатыр ғой. Бұл жерде адамдарда, негізі христиандарда осы жағдай бұл әдетке қайшы болғандықтан, яғни әдетте бала дүниеге келу үшін әке мен жаңағы ана мен әкесі жаңағы жақындық болу керек. Ондай содан кейін бала дүниеге келеді. Әдетте осылай. Ал енді бұл әдеттегі нәрселер, яғни әдеттегі себептер. Аллах тағала бұндай себепке мұқтаж емес біреу жарату үшін. Енді бірақ адамдардың ақылы таяз болғандығы себепті сол христиандардың көпшілігі Иса пайғамбар бұл мүмкін емес, ол адам емес. Бұл неге адам емес деген кезде, ол жаңағы әкесіз дүниеге келді. Қалай ол адам мүмкін емес, ол Құдайдың бір ерекше бір несі, немесе Құдайдың баласы ма деген сияқты, Құдай сақтасын, сондай нәрселерге дейін барды. Енді сол кезде, осы кезде біз айтамыз, ол бір таңғалатын нәрсе емес. Бәлкім әке де жоқ, шеше де жоқ болған адам атамызды Аллах тағала ештеңесіз, ешқандай себепсіз ақ жаратты ғой. Сендер жаңағы әкесіз тек шешеден туылған Исаға таңғалып жатсаңдар, одан да қаттырақ таңғалу керек болған Адам алейхиссаламды да өздерің сенетін. Оны да Аллах тағала ешқандай себепсіз жаратты ғой деп, пайғамбарымыз осы бір жерде әдейі айтып кетіп жатыр деп, иншалла біз ойлаймыз солай. Сөйтіп, уа инни адаук, мен сені шақырамын, иля Аллахи вахдаху ла шарика лах, жаңағы ешбір серігі жоқ жалғыз Аллаға шақырамын. Уәл муалата аля таати, және оның Аллах тағалаға құлшылық қылуға келісуіңе шақырамын. Уа ан таттабиани, маған еруге, уа туқина биллази жаани, және маған алып келген нәрсеге яқин сенуіңе, маған еруге. Фа инни расулуллах, мен Алланың елшісімін. Уа инни адаука, және мен сені шақырамын. Уа джунудака илаллах, және әскеріңді, артынан ергендерді Аллаға шақырамын. Уа қад баллағту, субханалла, мен саған жеткіздім. Уа насахту, насихат еттім. Фақбалу насихати, менің насихатымды қабыл алыңдар, субханалла. Уассаламу аля ман иттаба'ал худа, ал сәлем болсын хидаятқа, тура жолға ергендерге, субханалла. Уаламма васалахул китаб ихтарамуху ғаятал ихтирам, хат сол Нажашиге жеткен кезде ол сол хатты қатты құрметтеді. Уақала ли Амр, сол Амрге айтты: уа инни а'ламу, мен білем, валлахи анна Иса алейхиссалам башшара бихи, мен Иса алейхиссалам пайғамбарды келетіндігін сүйіншілеген, мен білем оны. Валакин, субханалла, валакин а'вани, алайда менің жәрдемшілерім бил хабашати, хабашадағы жәрдемшілерім қолил, өте аз. Мына жерде мен былайша айтқан кезде өте азбыз біз деп жатыр ғой. Фаанзирни хатта укассирал а'ван ва улаййинал қулуб. Маған пайғамбарымыз айтып жатыр хатында:
жаңағы енді ана Әмірға айтып отыр, Әмір пайғамбарымыз жеткізеді ғой, маған уақыт берсін, мен жаңағы өзімнің жақтастарымды артынан еретіндерді көбейтейін және адамдардың жүректерін жібітейін деді. Субханалла. وقد عرض عمرو على من بقي من مهاجر الحبشة الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. نجرة. وقد عرض عمرو على من بقي من مهاجري الحبشة. Жалпы мағынасы бұл жердегі Хабашаға хижрет еткен мухаджирлер бар еді, білесіздер. Сол Хабашада қалып кеткен мухаджирлер кімге? Амр радиаллаху анху солармен жолығып қалады. Сол мухаджирлердің ішінде وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زوجي أو زوجو عبيد الله ибн جحش. Жалпы сол мухаджирлердің ішінде кім бар еді? Умму Хабиба деген анамыз. Бұл кісі Абу Суфьянның қызы. Кімнің әйелі? Убайдулла ибн Жахш деген кісінің әйелі. Аллази кана аслама ва хаджара биха. Бұл жаңа Убайдулла ибн Жахш. Бұл исламды қабылдайды Меккеде кезінде, әйелі де исламды қабылдайды. Сөйтіп екеуі хижрет қылып неге Хабашаға кетеді. Пайғамбарымыздың бұйрығымен білесіздер, иә? Сөйтіп кетіп мұсылман болып кетеді. Бірақ өкінішке орай сояққа барғаннан кейін бұл жаңа Убайдулла ибн Жахш деген, Құдай сақтасын, исламнан шығып қайттан христианство жаңағы христиан болып кетеді, в общем. Насара дінін ұстанып кетеді. Айтады: "Валакин қад ғалабат алейхи шақауа", бақытсыздық оған тап болды. Фантанассара, сөйтіп насрани болды дейді. Сөйтеді да енді автоматически әйелінен ол ажырасып кетеді ғой жалпы. Ол кісінің араларындағы неке не болады? Ажырап кетеді. Сөйтіп фатазауажа, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Умма Хабиба анамызға үйленді. Вахия бил Хабашата, ол анамыз Хабашада еді. والذي تزوجها له النجاشي بتوكيل منه صلى الله عليه الصلاة والسلام. Бұл уәли кім болады? Пайғамбарымыз өзі Мәдинада болса, Умму Хабиба анамыз неде болса, Хабашада болса, уәлиі осы Нәжаши болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған уәкілдік береді, уәли бол деп, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай үйленеді. Китабу Кисра. Енді Кисраға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хат. ووجه عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه بكتاب إلى كسرى. كسرى خط بن جبريل ملك الفرس بارسنن باتشاسا. وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله. Allah'ın dağvatını seni şақырамын. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. Мен бүкіл адамдарға пайғамбар болып келдім. لأنذر من كان حيا. Тірі адамдарды ескерту үшін. ويحق القول على الكافرين. Және кәпірлерге, кәпір болғандарға осы худжа, қарсы құжат болу үшін. Аслим, тәслам, исламды қабылда, құтыласың. فإن أبيت, егер бас тартсаң, فإنما عليك إثم المجوس, онда мәжусилердің күнәсі мойныңда. فلما وصل الكتاب مزقه استكبارا. Хат оған жеткен кезде оны тәкаппарланып хатты тасталған бөліп тастады. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام ذلك, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы хабар жеткен кезде, قال пайғамбарымыз مزق الله ملكه كل ممزق, оның мүлкін Алла тас-талқан етсін деп дұға қылады. وقد فعل, Аллах Тағала шынымен солай істеді. فكانت مملكته, оның мемлекеті أقرب الممالك سقوطا, құлауға өте жақын тұрған мемлекет еді. وقد بدأ هذا الشقي, міне осы бір бақытсыз
дұшпандықты өзі бірінші бастады. Ямандағы өзінің бір жұмысшысын, бір қол астындағысына деп айтайықшы, жұмысшысы емес, бұл жерде жендеті дейміз. Сөйтіп Ямандағы адамға жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып, өзіне, бұл өзінше Кисрода, жаңағы Парсыда отыр ғой. Яманға өзінің адамдарын айтады, 2 адамды жібереді. Яманнан пайғамбарымызға Мәдинаға 2 адам. Жаңағы 2 адам мұрттарын бүйтіп шүйіріп, сақалдарын қырып тастаған. Пайғамбарымызды кім жіберді дейді. Бізді жаңағы Кисро жіберді. Не үшін? Сені алып кел деп жатыр деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады оларға: сендердің патшаларың Кисро, Аллах тағала бүгін оның жанын алды дейді. Дәл қазір жанын алды дейді. Сол кезде ана екеуі абдырап қалады да, сөйтеді да кетіп қалады. Яманға барады. Яманға барғаннан кейін сосын Фариске не жібереді? Адамдарын жібереді, патшамыз қалай екен деп. Шынымен де сөйтіп патшасы өлген екен. Кім өлтірді дейсіздер ме? Оны өзінің баласы өлтіреді ғой. Кім деген? Ширауай деген баласы әкесінің жаңағы мүлкін, патшалығын алу үшін әкесін өлтіріп, өз патшалыққа отырады. Міне айтады: Аллах тағала оған асықтырды. Ширауай деген ұлы алейхи оған қарсы тұрады, өлтіреді. Өлтіреді оны. Сосын сосын жаңағы өзінің йемендік адамына жаңағы баласы жібереді. Әкесі істеген нәрсені, яғни әкесінің жіберген адамдарын тыйып, олай істеме деп не қылады ғой, короче. Китабу Мунзир ибн Сауа деген кісі. Бұл кісі де, Алла рахмын алсын, бұл кісі де исламды қабылдаған дейді. Уаваджаха алейхи салату вассалам Ал-Ала ибн Ал-Хадрами деген сахабасын бикитабин илал Мунзир ибн Сауа деген кісіге жібереді. Маликил Бахрайни, Бахрайнидің патшасына. Бахрайни ол қазіргі аты да Бахрайни ғой. Яд'уху фихи илал ислам, исламға шақырып. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин Мухаммадин наби расулиллахи илал Мунзир ибн Сауа. Саламун алейк. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن من صلى صلاتنا كم بزدن نمازمز دوخسا واستقبل قبلتنا بزدن قبلامزغا خراسا بتسي وأكل ذبيحتنا بزدن صويغا مالمزды жейтін болса فذلك المسلم ол нағыз мұсылман, міне сол мұсылман له ذمة الله وذمة الرسل, міне ол Алланың қорғауында, пайғамбардың зиммасында. Мен ахабба залика минал мажуз фа иннаху амин. Кімде-кім осыны қабылдаса, мажусилерден, ол аманшылықта болады дейді. Ва мен аба, кім бас тартса, фа инна алейхил джизя. Кім онда бұған келіспейтін болса, онда ол джизия береді дейді. Фа аслим, исламды қабылда. Ва катаб фи рундил жауап. Жауапты былай береді ол кісі. Енді бұл кісі исламды қабылдады ғой. أما بعد يا رسول الله, Алланың елшісі, فإني قرأت كتابك, мен сіздің кітабыңызды оқыдым, على أهل البحرين, أهل البحرين жіберген. فمنهم من أحب الإسلام, сол халықтың ішінде исламды жақсы көргендер, исламды қабылдағандар бар. وأعجبه, ұнатып, ودخله فيه, исламға кіргендер бар. ومنهم من كرهه, олардың іштерінде исламды жақтырмағандар, ұнатпағандар да бар. وبأرضي, менің жерімде Мәжусун ва яхуд, мәжусилер, яхудилер бар. Фаахтиф илайя фи залика амрак. Міне соларға арнап тағы бір маған бір хат жазыңыз, я Расулалла деп осылай жібереді. Сөйтіп, факатаба илайхи алейхи салату вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хат жазады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин Мухаммад Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам илал Мунзир ибн Сауа. Саламун алейк, фа инни ахмадуллаха илайка аллади ла илаха илля ху. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل, мен сені саған Алланы есіңе салам. فإنه من ينصح, кім насихат етсе, فإنما ينصح لنفسه, ол ең бірінші өзіне насихат етеді, өзіне жан ашиды. وإنه من يطيع رسلي, кім менің елшілеріме, менің жіберген елшілеріме бойсынса,
وَيَتَّبِعْ أَمْرَهُمْ және сол менің елшілерімнің бұйрықтарына ерсе, фақад атоани онда маған бойсұнғаны, уәмән насаха лахум кім менің елшілеріме насихат айтқан болса, фақад насахали онда ол маған насихат айтқаны, уә инна русули менің елшілерім қад әснау алейка хайра сені мақтады маған, уә инни қад шаффаътука фи қаумик мен сені өзіңнің қауымыңа шапағатшы болуға рұқсат бердім. Фаттрук лил муслимина ма асламу алейх және де сен не дейді жаңадан исламды қабылдаған адамдарға оларды өз жайына қалдыр, оларға артық олармен соғыспа деп тұр ғой. Ва афауту ан ахли зунуби сол жаңағы күнә сол мұсылмандардың ішінде күнәһарлары болса, ол күнәларын кешір дейді. Фақбал минхум олардың күнәларын былайша айтқан кезде тәубе ет деді, содан кейін олардан қабыл ет оны, ары қарай соғысып олармен жауласпа. Ва иннака махма туслих сен қаншалық түзесең, адамдарды түзеп исламға шақырсаң, фәлән нуғаййирака ан амалик сенің сол басшылығыңнан сені алып тастамаймыз. Яғни сен адамдарды исламға шақырып ала берсең, сол өзің басшылығыңда өзің басшы болып қала бересің. وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ مَجُوسِيَّتِهِ ал кімде-кім өзінің яһудейлігінде, мәжусилігінде қалатын болса, فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ онда оның мойнына міндет жизия. Сүмірейіп тұрып жизия беруі керек дейді. وَوَجَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді Уманның екі патшасына хат жібереді. Амр ибн ал-Ас, Амр ибн ал-Асты жібереді, бикитабин иля Джейфар деген уа Абдин деген осы екі патшаға. Джейфар және Абд деген. Абд деген ол ата соның. Бұл екеуі кімнің баласы? Джуландай немесе Джуланда деген патша болады. Патшаның екі баласы таққа отырады екеуі де. Екеуі сөйтіп әкесінің байлығын, патшалығын бөліп алады. Екеуі Уманда. ابني جولندا نمسي جولندا ملكي عمان وفيه خطة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجولندا سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما سبحان الله فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالإسلام егер исламды мойындасаңдар уәлләйтукума онда сол басшылықтарыңда сол нелеріңде қалдырам وإن أبيتما егер бас тартсаңдар فإن ملككما زائل онда сендердің мүліктерің кетеді жоқ болады وخيلي تحل بساحتكما және менің жылқым менің әскерім былайша айтқан кезде сендердің жерлеріңе аяқ басады. وَتَظْهَرُ نُبُوَّتِي عَلَى مُلْكِهُمَا және менің пайғамбарлығым сендердің мүліктеріңе, сендердің патшалықтарыңа үстемдік құрат сияқтан орын табады деді. فَلَمَّا دَخَلَ بِنَادِيهِمَا Амр радиаллаху анху олардың жаңағы нади деген жиналыс болатын, жиналатын жерлер ғой. Сол жерге кірген кезде сәәлә Абдун деген кісі содан сұрайды. Ибн ал-Джуланди деп те, амма я'мур бихи расул пайғамбар не нәрсеге бұйырады деп сұрады. Уянха анху не нәрседен тыяды деп сұрайды. Сол кезде Амр айтады, қал я'муру би таатиллахи азза ва жалла аллаға ғана құлшылық қылуды, аллаға ғана бағынуды. Уянха ан маъсиятихи аллаға қарсы келу, аллаға күнә жасаудан тыяды. Ва я'муру бил бирри жақсылыққа, ата-анаға жақсылық, басқа жақсылық деген сияқты. Уасилати рахим жаңағы ағайын туысқандармен қарым-қатынасты бұзбауға. Уаянха ани зұлымдықтан тыяды. Уәл-удуан дұшпандықтан тыяды. Уәз-зина зинадан. Уәшурбил хамр арақ ішуден. Уәан ибадатил хаджар тасқа. Уәл-уәтан және тастан да басқа бөлек неше түрлі табынатын нәрселер бар, соның барлығынан. Уәс-солиб және солиб деген христиандардың табынатын нәрселерінен барлығынан қайтарады. Фақала сол кезде айтады Абд деген жаңа кісі патша ма ахсана хаза аллази yad'u илейх шақырып жатқан нәрсе неткен керемет еді. Валау кана ахи егер де менің бауырым ютабиуни егер маған ергенде ла рукибна біз мінер едік хатта ну'мина би Мухаммадин пайғамбарға барып иман келтірер едік ва нусаддиқа бихи оған иман келтірер едік. Валакин ахи алайда менің бауырым аданна би мулкихи өзінің мүлкіне, өзінің патшалығына сондай сараң адам мин ан ядаху
сол жаңағы тастап өзінің мүлкін тастаудан біреуге еруден сондай сараң адам, ол қиынау оның несі дейді. Қала Амр, сол кезде Амр айтты, ин аслама ахука, жоқ жоқ деп жатыр, егер сенің бауырың исламды қабылдаса, мәллакаху расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам аля қауми, өз қауымына басшы қылып қалдыра береді, ол сияқты жаңағы мүлкінен бәрін бас тарту керек емес. Сөйтіп ол жаңағы, алайда сол патша болып, пайғамбарымыз өзі патша қылады деді оны, сол патша қылғанда қалдыра береді. Сөйтіп ол мен ғонейхим, сол елдің байларынан садақаны алып, сол елдің кедейлеріне садақаны қайтарып береді, сол кісінің қолымен береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Фақала абдун, сол кезде айтты, инна хаза ла хулуқун хасан, мынау дегенің өте көркем мінез қой мынау деген, субханалла деп таң қалып жатыр ғой. Енді субханалла деп өзі айтқан жоқ, мұсылман емес қой, бірақ таң қалса сондай. Енді садақа дегеніміз не дейді? Сол кезде сөйтіп ол садақа, малдағы садақалардың бәрін бүйтіп айтып береді, қойдан мынандай 40 қойдан бір қой деген сияқты осыны айтып береді. Осыны айтқан кезде жаңағы 4 түлік малды айтқан кезде қала я Амр, ей Амр, юхуз мин сауаими мауашина аллати тар'a фи шажари ва таридул мия. Біздің шажар дегеніміз шөпке, ағашқа бағып жүрген, суарып жүрген, суға келіп жүрген біздің қойымыздан да содан береміз ба малымызды дейді. Сол кезде я дейді. Фақала наам. Фақала абд айтады, валлахи ма ара қауми ала бу'ди дарихим ва кассрати ададихим юти'уна бихаза. Мен қауымым бұған келіспейді. Қауымым бұл мал деген нәрсе оларға өте жақын, олар үшін қиын деп жатыр да. Айтады, мен ойламаймын дейді, менің қауымым аля бу'ди дарихим, олар алыс дейді бізден, және сандары да көп болғандықтан бұған бойсұнбайды ау дейді. Сумма инна абдан, сосын Мусаб деген кісі аусала Амран, Амрды ли ахихи, өзінің бауыры Жайфарға не қылады, алып барады, беттестіре жолықтырады. Сөйтіп фатакаллама мағаху Амр, сөйтіп Амр радиаллаху анху онымен жақсы сөйлеседі, әләна қалбаху, жүрегін жұмсартады, хатта әсләм, субханалла, сөйтіп ол да исламды қабылдайды. Хуа уа аху, ол және бауыры, уа макканаху минас садақат, сөйтіп ол екі бауыры садақаны сол Әмірге былайша айтқан кезде тапсырады. Субханалла. Китабу Хаузата ибн Али, осы кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хаты жібереді. Сөйтіп бұл кісі де исламды қабылдамайды, өкінішке орай. Осымен бітеді. Сөйтіп әс-санату сабиа, 7-ші жыл Хайбар соғысы басталып кетеді осыдан кейін. Бұл біз 6-ші жылда, хижраның 6-ші жылы бұның барлығы болып жатқаны. Ва ваджаха алейхи салату вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Салита ибн Амр ал-Амирия, осы сахаби радиаллаху анхуда би китабин иля Хаузата ибн Али деген кісіге жібереді. Маликил Ямама, Ямаманың басшысына. وفيه والخط بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم بل أن ديني менің дінім سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. жаңағы хуф дегеніміз бұл түйенің аяғын айтады, түйенің табаны. Сол түйенің табаны басатын жерге дейін, жылқының тұяғы басқан жерге дейін ислам діні барады. Аллаху акбар. Яғни бүкіл жерге деген сөз ғой. Түйенің табаны мен ненің жылқының тұяғы қай жерге дейін басады, соның бүкіл жерге ислам жетеді дейді. Фа аслим таслам. Ислам аслим таслам, құтыласың. Ва ажалу лака ма тахта ядайк. Және сенің астында, қол астындағы нәрсені өзіңе берем. Яғни билігің өзіңде қалады дейді. Фаламма жаахул китаб катаба фи раддихи. Оған кітап хат келген кезде жауап береді былай деп: ма ахсана ма тадъу илайхи ва ажмала. Сенің шақырып жатқан нәрсең неткен керемет, неткен әдемі еді. Ва ана шаиру қауми ва хутибу. Мен өзімнің қауым ішіндегі ең жаңағы ақынымын. Оларға былай сөзімді жеткізетін, аузыма қарататын сондай адаммын деп тұр ғой. Вал арабу тахабу макани. Араб менің мәканамнан, менің мәртебемнен, менің ақындығымнан қорқады. Дәрежесін өзінің несін айтып жатыр енді. Ваджали бa'дул амри аттаби'ка. Сөйтіп дейді, субханалла. Былай да келсем дейді сенің шақырып жатқан нәрсеңе, бірақ дейді менің шартым бар, маған да бір пайғамбарлықтың, осы діннің былайша айтқан кезде бір несін, маған да бір билігін сәл ұшын бересің деген сияқты қылып тұрған енді. Пайғамбарымыз
ашуланып кетеді. Бұл нәрсе бұл бір енді жаңа айтып жатыр ғой жаңа кісі хауза деген. Бұл енді жақсы ой екен, жақсы идея екен, типа бір екеумізді бүйтіп келісіп алып, сөйтіп жаңағыдай мен де ақынмын, ақындық болғаннан кейін даусым көпке жетеді, өйстіп ислам деген бір типа ол ойлап тұр ғой өзінше. Ислам бір ойдан шығарғаны, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ойдан шығарған нәрсесі. Сөйтіп осы нәрсеге екеуміз келісіп, нормально бірігіп жұмыс істейік деген сияқты әңгіме айтып жатыр ғой, Құдай сақтасын. Сөз пайғамбарымыз айтады, бұл деген менің шығарған нәрсем емес, бұл Алланың бұйрығы. Тек уәл әмру илля лилля. Бұл бұйрық, шешім шығару бұл тек Алланікі. Ешкім оған ортақтаспайды. Тіпті дейді, менен кішкентай бір жер сұраса да ол жерді де бермеймін дейді Алланың рұқсатынсыз. Ол кім ол деген сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осылай сөзді айтады. Уаламма балага залика расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсе, осы хабар жеткен кезде, лау саалани қитъатан мин жердің бір кішкентай бір бөлігін сұраса да менен, ма фаалту бермес едім оған, олай істемес едім дейді. Бада ва бада ма фи ядайхи, оның екі қолындағы құрыды. Оның екі қолында екі қол деген бұл билігіндегі мағынасындағы екі қол деген сөз билігін қолында ұстап жатқан жоқ қой. Бұл жерден де бұл сөзден де түсінеміз. Бұл жаңағы хадистен десек болатын шығар. Осы сөзден, пайғамбарымыздың айтқан сөзінен хадис болуы да мүмкін. Өйткені мына жерде белгі тұр хадиске ишарат қылатын. Алла, сол екі қолың дегенде, яғни мүлкің, қолыңдағы билігі құрыды, қолындағы билігі құрыды дейді сөйтіп. Фалам ялбас мата мунсарафа ар-расули саллаллаху алейхи вассалам мин фатх Макка. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккені фатх қылғанға сояққа кеткен кезде ол қайтыс болады. Яғни шамамен 2 жылдан кейін, осы оқиғадан кейін 2 жылдан кейін қайтыс болады, көп ұзамай. Ва кана алейхи салату вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам юалли, басшы қылатын аля кулли қаумин, әрбір қауымға, қабилал ислама, исламды қабылдаған әрбір қауымға кабирахум, сол ішіндегі өздерінің басшысын басшы қылып қалдыра беретін, исламды қабылдаса болды. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.